Айналаңызға өзіңізге деген махаббат, жылы сезім, жылы көңіл, ыстық лебіз сұрайсыз ба, қалайсыз ба? Онда өзіңіз соны беріңіз айналаңызға. Негізінде айналаңа не бересің, соны аласың деген сөз бекерден бекер айтылмаған. Сізден шыққан нәрсе өзіңізге қайтады. Сіз жақсы нәрсе айтсаңыз, жақсы күй сыйласаңыз, жақсы әлемге махаббат сыйласаңыз, сол сізге қайтады. Үнемі негативте жүретін болсаңыз, елдің бәріне көңіліңіз толмайтын, үнемі айналаңыз адамдардың бәрі жаман, жертва халінде жүретін болсаңыз, онда сондай күйді қайта-қайта өзіңіздің өміріңізге шақырып аласыз. Ол заңдылық. Оны мен айтпасам да білетін шығарсыз. Сол үшін сыртқа біреуге, мысалы күйеуіңізге, балаларыңызға махаббатыңызды бере беріңіз, жылулығыңызды бере беріңіз. Ол неге мен ғана айта береді екем, неге мен ғана көрсете береді екем, неге мен ғана жылу сыйлай береді екем деп санаспай беріңіз да. Санаспай беру керек айналаңызға махаббатты. Сол кезде сізге еселеніп қайтады. Тек қана мен айта берейін ба жақсы сөзді, неге маған ешкім айтпайды деп сырттан күтпеңіз. Бірінші өзіңіз сол қадамды жасаңыз, үздіксіз жасай беріңіз. Бір-екі рет айтып, бір-екі рет жасап, бір-екі рет өзіңіздің махаббатыңызды көрсетіп, сонымен шектеліп қалмаңыз. Бұның қарымтасы болмады деп. Жоқ, 9 рет тұрсаңыз, 10 рет сізге қайтуы мүмкін. Жалпы сізден шыққан жақсы нәрсе өзіңізге жақсылық болып қайтатынына сеніңіз және солай жасаңыз деп айтқым келеді. Сол кезде өзіңізде махаббатқа, жақсылыққа, мейірімділікке, заботаға толып, соған тояттап өмір сүресіз да. Одан кейін айтайын дегенім, мысалға сіз мен ғана бердім, ол да берсін деп қарымтасын күтпеңіз дереу. Содан кейін сырттан өзіңізге одобрение іздемеңіз. Адамдардың тарапынан өзіңізге одобрение іздемеңіз. Адамдардың тарапынан одобрение іздеу, ол мен қандай екенмін, мен осыған лайықтымын ба, негізінде мен осындаймын ба, мен дұрыс адаммын ба, жұрттар мен туралы не ойлайды деген зависимостьқа айналып кетеді да. Қазір де мүмкін сіздің басыңызда сондай зависимость бар болуы мүмкін, бірақ соны қазірден бастап қолға алып, елден одобрение күтсеңіз, соны басқа жаққа ауыстырыңыз. Мысалға, мен достойныямын, мен мықтымын, мен ақылдымын, мен сұлуымын, мен барлық жақсыға лайықтымын деп өзіңіз санай бастаңыз. Сырттан одобрение іздеу өзіңе деген сенімділікті құртады. Сол үшін біреуге тәуелді болып емес, тек қана өзіңізге қарап, өзіңізді жақсыға лайықтымын деп Құдайға ғана тәуелді болып өмір сүріңіз. Сау болыңыздар. Осылай